Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен барлық ингредиенттерді қосып, тек формасын жасай салатын творожный пончиктің рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалынады, міндетті түрде жасап көріңіздер. YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, менің YouTube арнамның дамуына үлесіңізді қоса кетіңіз. Творожный пончик жасау үшін ең алдымен ірімшігіміздің, яғни творогтың үстіне бір жұмыртқамызды жарамыз. Менде творог үйдің, яғни домашний творог, сіз қаласаңыз дүкеннің де творогын, яғни ірімшігін қолдана берсеңіз болады. Үстіне бір ас қасық көлемінде қант саламыз және бір ас қасық кокос стружкасын қосамыз және де бір жұмыртқамызды жарып, барлығын жақсылап осылай шанышқаның көмегімен араластырып аламыз. Жарты шай қасық қамыр қопсытқышты және 4 ас қасық ұнымызды қосып, барлығын жақсылап шанышқаның көмегімен немесе қолмен де араластырсаңыздар болады. Жақсылап барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Нәтижесінде бізде осындай біркелкі масса пайда болады. Енді осы массамыздан пончиктарды жасауға кірісеміз. Осы қажетінше бір бөлігін алып, екі алақанымыздың ортасында құрт жасағанда етіп, осылай ұзынша формасына келтіреміз және екі шетін бекітетін боламыз. Сонда бізде домалақ формасындағы осындай пончиктар пайда болады. Дәл осылай пергамент қағазы төселген формамызға қоятын боламыз. Бұл пончиктерді біз духовкада пісіретін боламыз. Қазақша контентті қолдап, соның ішінде менің арнамды қолдап, видеоларымды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда сізге менің видеоларым алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Күн сайын әр түрлі рецептпен, қарапайым әрі түсінікті рецепттермен бөлісетін боламын. Барлық пончиктерімізді дәл осылай жасап аламыз және де араларын сәл алшақ етіп қоятын боламыз. Себебі қопсытқыш құрамында болғандықтан пончиктеріміз үлкейетін болады. Сондықтан араларын өте тығыз етіп қоймаңыздар. Бұдан да көбірек етіп жасағыңыз келсе, ингредиенттерді 2 еселеп көбірек жасауыңызға болады. Балаларыңыз творог жемейтін болса, яғни ірімшік жегізе алмасаңыз, осы әдіс керемет десем болады. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пончиктарымыз әдемі болып пісіп шықты. Суығаннан кейін жеуге ұсынуға болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен туыстарыңызбен де бөліссеңіздер болады. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.